Енді жаңағы дайындаған конвертімізді CapCut арқылы анимация арқылы ашылуын көрсететін боламын. Яғни үйренеміз соны. Мәселен, мынаны таңдай салайын. Бір видеоны кез келген наложение деп добавить наложение. Конверттің мына бетін таңдап аламыз. Және осыны екі қолмен созып тұрып осылай келтіреміз бетіне. Тағы да добавить наложение и мына бетін таңдаймыз. Бұны да осылай екі қолмен созып тұрып осылай келтіреміз. Енді мына бетін слойды артына қарай жіберуді көрсетейін. Ол үшін слой дегенге барамыз, слойды басамыз. Енді мына стрелканы артқа қарай, на задний фон дегенге осы стрелканы осылай астына қарай түсіреміз. Галочканы осылай басамыз. Енді бұларға анимация берейік, қалай ашылуын. Үстіне осылай басып, мынаны басамыз и анимация вывод дегенге барамыз. Енді солға қарай ашылатын анимацияны таңдаймыз. Міне осыны таңдаймыз. Скольжение влево дегенді осылай келтірейік. Енді астындағыны басып, осы дорожканы анимацияға барып, тағы да вывод деп, скольжение направо деген таңдаймыз. Мынаны таңдаймыз. Көрдіңіздер, конверт екі жаққа бөлініп ашылды осылай. Осылай жасайсыздар.